Үш күн үйде болмаған сары машина қыр басынан бұлдырай көрінді. Сары машинаны көргенде Айсұлудың жүрегі бүлк етіп өз-өзінен дірілдей бастады. Келмесе екен деп тілейді, көргісі келмейді, бірақ шарасыз. Жандостың көңіл күйі сары машинаның жүрісінен білінеді. Сары машина шанын будақтатып, төрт дөңгелегі төрт жаққа шашылып кетердей атой сала тоқтаса, иесі көліктен түтігіп түседі. Бұл жолы ескі көлік үй жанына жетіп, жығылғандай ілби тоқтады. Жандос та сілкіне түсіп, сүмірейіп шықты. Есік алдындағы аласа ағаш орындықта бір уыс боп бүрісіп отырған Айсұлудың жанына келді Жандос. Әйелінен әрі қашқан бетіне қарап, «Айсұлу, жаман адам екенімді білем. Маған қарашы, қандай бақытсызбын», деді кенет. Айсұлу бос құтыға теңеп, жек көріп жүрген адамынан мұндай сөз күтпей, ант арылып отырып қалды. Әкем қайтқалы үйден береке кетті. Жарықтық әкем барда бақытты, дәулетті едік. Өмір бір айналдырса, шыр айналдырады екен. Жығылғанға жұдырық болып, тұралатып тастайды екен. Тағдыр деген осы. Жандос, өз әйелін тірі тұрғанда мені әкеліп, оны тірілей қорлағаның қалай? Оның көз жасы, қарғысы сені бақытты қылар деймісің? Айсұлудың үні мұрын астынан міңгірлей шықты. Тыңдашы, ол кезінде ойнас жасап, қазір соның азабын тартып жатқан адам. Оның маған деген сезімі болған емес, дәулетіме қызығып шыққан. Байлықтың бәрі бір күнде көкке ұшып кетті. Қолдың кірі емес пе? Осы ауылда бір дөкей бар, Жұмабай деген. Сол дөкеймен қызық көріп, тірідей намысымды жерге таптады. Кезінде сондай сұлу, адуынды, өткір әйел болатын. Мен байғұс амалым қалмай ішкілікке салындым. Бір күні ішіп келіп, әйелімді өлімші етіп сабадым. Ол қашып құтылып, ауыл сыртына шығып кеткенін байқамай, қапыда құдыққа құлады. Сенімен кездескенде арты бұған ұласады. Сені тез келесін бері деп ойламадым. Көңіл көтеру үшін барып жүрген көп қыздың бірі болатынсың. Бір жағынан мына сиқы қашқан үйдің өнін кіргізетін бір адам керек болды. Ол адам сен болып шықтың. Жазмыш. Ал қазіргі сезімім, білесің бе, қазір қарындасымдайсың. Бәрі көзді ашып жұмғанша өте шықты, аяқ астынан. Менің де саған деген сезімім махаббат емес екен, шатасыппын. Дәл қазір өмірімнің күл талқаны шыққандай, мен үшін өмірдің мәні қалмады. Қалаға кетіп оқуға түскім келеді. Бұл жерге өз-өзімді түсінуім үшін, жүрегіме тереңірек үңілуім үшін ғана келген сияқтымын. Бұл жер мен үшін жан дүниенің қақпасын ашып берген есік болды. Рұқсат берсең, мен ауылыма қайтып, ата-анамның алдынан өтіп, қалаға кетсем деймін. Арамызда болған нәрсе бір қателік деп есептейік. Айсұлу Жандосқа жасқана қарады. Жоқ, бүгін оның сиқы өзгеше, салиқалы, сабырлы адамға айналып шыға келіпті. Жандос күрсінді. Жоқ, оған рұқсат бере алмаймын, деді сосын. Біраз уақыт өтсін. Әлі-ақ бір-бірімізді сүйіп кетеміз. Шай дайын ба? Айсұлудың соңғы үміті сөнгендей. Андамай басқан қадамы үшін өмір бойы бармақ тістеп өкініп өткісі жоқ. Бұл енді күн сайын үйден қашу жоспарын құратын болды. Ауылдың таксилерін жалдайын десе, бір тиын ақшасы жоқ. Жаяу қашайын десе, сары машина артынан жаналғыштай жетіп келетінін біледі. Ауылдың бағытын да білмейді бұл бейшара. Суға батып бара жатып, тал қарпыған жандай бұл енді тағдырына мойынсұнбауды ұйғарды. Жандостың анасынан сыр тартып көрді. Бұның ауылы мен осы ауылдың арасын екі ауыл бөліп жатыр екен. 4 сағаттық жер. Арман болған 4 сағаттық жер. Қайтсе жетеді. Қанағат қылмайтын қайран көңілі алабұртып, сол жаққа жетсе ғана тыныштық табатындай. Өрімдей жас өмірі қор болды ауыл. Жандос бірнеше күнге жоғалатын кезде қапысын тауып қашу керек. Бұл ну орманда адасып, өз түрлеуіне емес,
басқа патшалықтың үңгіріне түсіп кеткендей. Өзін бұл үйде тым суық, бөтен сезінеді. Аңшының оғынан жасқанған еліктің лағы секілді. Тырс еткен дыбыс шықса, жүрегі кеудесінен ытқып шығып кете жаздайды. Бұны біреу бұрымынан сүйреп, ит байласа тұрмайтын құмның арасына жалғыз өзін лақтырып тастағандай. Үйдегі жандарға қараса да көрмейді. Тоз-тозы шыққан қабырғадағы кілемге қарап жатып, қиял бұлтының арасына жасырынған аяулы арманын елестетеді. Бұйра құмға басымен батып бара жатқандай үні де шықпайды. Күні бойы ешкімге тіл қатпай, өз-өзімен алысады да жүреді. Жалғыздық деген тәннің жалғыздығы емес, жанның жалғыздығы екен ғой, деп күрсінеді сосын. Мейлі, ата-ананың бір түйір қызы бол. Мейлі, әпкен, сіңлім болсын. Жанын жүдесе, жалғызсың. Ойлап жатса, өз үйінде хан қызындай қамсыз өмір сүріпті. Бұныкі тек барға қанағат қалмау болған екен. Мектепте қанша қыз бұнымен құрбы болғысы келсе де, бәріне ешкімді жақтырмайтын, тәкаппар көңілмен қараған екен-ау. Шашылған байлықтың орнында отырмаса да, ата-анасының сүйіктісі болғанның өзі неге тұрады? Неге татиды? Байлық деген сүю, сүйікті болу екен ғой. Міне, байлық деген осы екен ғой. Бұл жақта таң да басқаша атады екен. Бір түрлі, мейірімсіз. Терезеден төгілген сәуленің ұшқыны бұған жетпей тоқтап қалатындай. Қараңғы қапаста, жалғыз өзі мәңгілікке қалғандай. Жүрек байғұс қана жан ұшырады. Тілі болса, неғып отырсын? Қаш, арманына қарай қаш, артына қарама, дер еді. Түн ортасында жеңіл киіммен ентігін далаға атып шықты. Қалай келгені есінде жоқ. Сары машинаның жанына жетіп келіпті. Шегіртке ғана шырылдайды. Өзге тырс еткен дыбыс жоқ. Бір секундта ойлануға мұршасы болмай, сары машинаның рөліне отырып, өзі шамалаған жолға түсіп, бас ауған жаққа безу бұның мақсаты. Айсұлу қашып келеді. Тағдырынан, өткенінен қашып келеді. Сары машина шоқалақ жолға қарамастан жүйткей зымырайды. Ұшақта келе жатқан тәрізді. Біреу оны алақанына салып, аялап, ұшырып әкеткен секілді. Біресе қанатқа, біресе құсқа айналып кеткендей. Кеудесін орасан қуаныш кернеді. Түп-түзу тісін тізіп, күле береді. Рөл өздігінен жол тауып, әп-сәтте ауылына жетіп келді. Сол-ақ екен. Қайдан шыққаны беймәлім. Анасын көрді. Қабағы қатулы, әлденеге кіжініп тұр. Анашым, анашым! Айсұлудың қуанышы су сепкендей басылды. Анасы теріс айналып тірлігін істеп жатыр. Анасы ақ самауырынға қол соза бергенде дүние әлем төңкеріліп кетті. Айсұлу есін жиса, сары машина жолдың жиегіне төңкеріліп түсіпті. Бұл көліктің астына кептеліп қалыпты. Аяқ қолым сау ма, 12 мүшем түгел ме, деп жан таласып, дене мүшесін ойша түгендей бастады. Сау сияқты, қан да жоқ. Анасы бәрін байқап тұрса да бұрылмады. Ақ самауырынды алып үйге кіріп кетті. Үй іргесінде жол апатына ұшырап, шарасыз жатқан Айсұлу тағы жалғыз қалды. Анашым, анашым, көмектесші! Үні шықпайды. Үні неге шықпайды? Дауысынан айырылғаны ма? Бойындағы бар күшін жиып, тағы дыбыс шығармақ болды. Анашым! Бұл жолғы даусынан тау, тас, орман, көл жаңғырды. Егіліп жатыр бұл, еңкілдеп жатыр. Көз жасы тыйылмайды. Айсұлу көзін ашты. Көз жасы жұмсақ жастықты сулап тастапты. Түсі екен бәрі. Бәрі түсі екен. О, тоба, түсі екен. Айсұлу төсекте ұзақ жатты. Өңінде болғандай. Расымен, бәрі менен теріс айналғаны ма? Бақытты болуға құқым жоқ па? Деген ойлар миын тесіп, жанын жейді. Жаны шырып,
бір қателігінің зардабын өмір бақи тартқысы келмейді. Өзін бұл өмірге лайықсыз санайды. Кенет апыл-ғұпыл киініп, атып тұрып далаға шықты. Сары машинада ұйықтап тұрған сияқты. Басын төмен салып, мүлгіп тұрған сияқты. Бала кезінде әкесі көлік айдауды үйреткені бар. Айсұлу күйеуінің шалбарының қалтасынан байқатпай алған көлік кілтін қыса ұстады. Қолы дір-дір етіп, өзіне бағынар емес. Қолы дейді-ау, бүкіл денесі дір-дір етіп, қалт қимылдан жарылып кетердей. Айсұлу сары машина жанына келді. Қолын көлік есігінің тұтқасына апарды. Көрген түсі есіне түсті. Бұлай қорланғанша тәуекелге барғаным дұрыс деген ой сыпсын етіп маза берер емес. Айсұлудың қолы машина есігінде әлі тұр. Ары қарай қозғаса, бүкіл өмірі түбегейлі өзгеретіндей. Айсұлу ұзақ ойланды. Бұл уақыт бір ғасырға татыды. Шешім қабылдау мұнша қиын болар ма? Айсұлудың қолы сылқ етіп төмен түсті. Көрші үйде өзімен жасты қыздың болғаны Айсұлудың соры емес, бақы екен. Айсұлу терең ойдың шырмауынан бір шешіммен шықты. Оқу. Бұл бақытты өмірдің жібін оқуға жалғады. Білім ғана бұны құтқармақ. Беліне дейін батқан балшықтан білім ғана суырып алып шықпақ. Жандос үйде жоқта көршінің қызына оқуға барып, сол баяғы шынайы, бала, оқушы кейпіне түседі. Өзінің келін екенін ұмытып, көрші қызбен математика есептерін талқылайды. Тарихтың оқиғалар үшін пікірталасқа түседі. Сары машина ауылға қарай зымырағанда, бұл үйіне қарай зымырап, жұмбақ, үнсіз, үй шаруасына мығым келін бейнесіне көшеді. Осылай жүргенде уақытта зымырап, жаз артынан күз, күз артынан қыс, қыс артынан көктем қуалады. Айсұлудың 9-шы сыныптың аттестатымен колледжге тапсырмақ болып, тест тапсыратын күні де таяп қалды. Айсұлу бар ынтасын оқуға беріп, оқуды жан жүрегімен қалады. Сондықтан да болар, ортада бала да жоқ. Айсұлудың өзі әлі бала сияқты, әлде бір таңғажайыптың болатынын сезеді. Тағатсыздана күтеді. Көршінің қызы ұбт тапсырды. Ойындағы ұпайды алып қуанып келді. Айсұлу да шын көңілден қуанды. Екеуі құшақтасып, қуаныштан секірді. Тағдырынан хабары жоқ сырт көз, сыныптас қыздар ойнап жатқан болар деп ойлар еді. Тек Айсұлудың үстіндегі әйелдер халаты барлық көрініске жараспайды. Көзге түрпідей тиеді. Селкеусіз қуанышқа сызат түсіреді. Көптен күткен күн келіп, Айсұлу жоспар бойынша көрші қызбен бірге қалаға аттанды. Жол пұлын көрші қыздан алып, сыры бір, қос құрбы мақсаттарына қарай жол тартты. Айсұлу таң бозар батқанда жолға шыққан. Түнде енесіне бар шындығын айтып қоштасқан болды. Арада бала болмаған соң ба, күйеуі бұрынғысынан да суық бұған. Барсың ба, жоқсың ба демейтін күйге жеткен. Ұзынқұлақтан осы ауылға бастауыш мұғалімі болып келген жас қызбен сөзі жарасып жүргенін естіген. Іші алай-дүлей болып өртеніп кетті. Бұл сезім қызғаныш емес, махаббат емес, қимастық та емес. Өзі де түсінбей, өкіріп бір жылап алды. Одан кейін бәрі осылай болғанына қуанды. Ал төсекке танылған бірінші әйелі бұл күні өздігінен жүрмекке талпынатын болған. Бәрінен бас кешіп, өлімін күтіп жатқан жерінен Айсұлу бұл үшін тағдырдың жіберген сыйы іспеттеді. Айсұлудың мойымай, әлденеге талпынып жүргенін көріп, бұл да қандай кезде болмасын үмітті жоғалтпау керек екенін түсініп, жоқ болған үмітін қайта шақырған. Алдына ем-дом алып, қалайда аяқтан тұрамын деген мақсат қойған. Бір күні Айсұлудың қатты ішіп келген Жандостан таяқ жеп жатып, Жандос есіктен шығып кеткенде, мені жалғыз деп басынба, жалғыз емеспін. Арман, үмітім бар. Олар менімен бірге, деп еңкілдеп, қорлықпен емес, қайсарлықпен жылағанын көргенде, бұның да жақсы өмірге деген сөнген құштарлығы қайта лаулаған. Айсұлу
құрбысының қолынан қыса ұстап, тұңғиыққа батып, өткен өмірін таразыға тартып келеді. Көлік ішінде 8 адам. Қыстырылып келе жатып, құжаты мен аздаған киім-кешегі буылған сөмкесіне қарағыштап қояды. Қалаға барғанда көрші қыздың туыстарының үйіне түсіп, сол үйде уақытша тұрақтамақ.